Клиенттер қайырлы күн, арнада Ерболат Ақбергенұлы, берекелі ереке. Мен сіздерге жақсы бір үйді ұсынғым келіп отыр. Ол мұна артымызда көрініп тұрған Брюссель 1 деген жилой комплекс, тұрғын үй кешені Брюссель 1, Қаймұхамеджанов 20/1 орналасқан. Қай жерде Қаймұхамеджанов 20/1 қай жерде, Брюссель қай жерде десеңіздер, міне менің артымда Айтматов көшесі қиылып жатыр, өтіп жатыр. Ол көшемен Қаймұхамеджанов көшесі қиылып жатыр. Дәл осы жерде технологиялық университет бар. Сол технологиялық университетке қарама-қарсы тұрған, міне қарасаңыздар, міне қарама-қарсы тұрған Брюссель кешенінде үй бар, 3 бөлмелі үй, 83 квадрат. Қазір қандай екен, ішкі бірге тамашалаймыз, кеттік. Ал достар, міне 20/1-ге келдік. Мына жерден кіреді екен машина, қараңыздар. Міне мынау барлығы Брюссель, жилой комплекс Брюссель. Несі бар, детский площадкасы бар, міне спорт ойнайтыны бар. Біздің қазір кіретіміз міне жердегі подъезд, ішіне кіріп тамашалайық достар. Міне подъездің ішіне кіріп көрейік, қандай екен. Қараңыздар, қандай керемет, міне Брюссель деген жазуы бар, мынандай почтовый ящиктердің өздері бір ерекше. Так, несі лифті? Міне аттан лестницамен көтерілеміз. Міне лифтке кіреміз. Қай этаж барлығы көрініп тұр. Кеттік, лифтпен барайық. Міне лифттің іші. Қандай екен керемет, қараңыздар. Тамаша. Достар, міне 3 бөлмелі үйге ішіне кірдік. Міне кіре беріс жерде бірден прихожкаңыз дайын тұр. Бүкіл шкафтардың барлығы істеп тұр. Мінекей барлығы. Енді кірген кезде бірден 2 санузел болады, санузел туалеті бөлек. Және оң жағында бірден залға кіреміз. Енді бір айта кететін нәрсе, бұнда не көріп тұрсыздар қазір видеода, соның барлығы қалады. Міне мына дивандары қалады. Мына шторға дейін қалады. Мына диван раскладывается дейді, тіпті тағы да ашылады екен. Мына орындықтармен, және мына жиналмалы столыңыз бар, қонақ келсе 3 метрге дейін ашылады. Және бір қызығы 170 сантиметр диагоналы бар. LG телевизорде қалады. Ремонтын байқасаңыз, ремонтын қараңыз, міне обой қымбат обойлар екені көрініп тұр. Барлығы шторлардың өзі көрініп тұр. Мына лоджи, бұл лоджиға қазір кухнядан кіреді. Мына жағы залдан арғарай кухняға кіріп кетеміз. Енді қараңыздар кухняны. Міне барлығы да потолка, встроенный шкаф. Бүкіл дүниеңіз, бүкіл заттарыңыз кетеді. Ешқандай қимай. Мына жерде посудомоечный аппаратқа дейін тұр. Мында қаншама заттар қоятын бар. Мынау жаңағы не дейтін еді? Духовкасы, печкасы, холодильнигіңіз тұр. Мында отырып алып, шайын ішіп отырып, мына университетке қарап отырасыз. Балаңыз қашан шыққан бәрін көріп отырады, егер осы университетте оқыған болатын болса, мына жалюзиге дейін қалады екен, мына шкафчик бәрі қалады. Микроволновкасы бар. Міне осындай шағын ғана кухнясы бар екен. Ал енді мынау неден қонақжайдан шығатын лоджиға кіріп көрейік ішіне. Міне мынағыдай кең лоджи. Мына жерге оң жағыңызда қаншама заттарыңыз қойыңыз болады, шточкаға қалады. Қатты керек болатын болса ашып та қоясыз. Және мынаны қараңыз, ерекше бір дизайнерді тағы да өздерінше кішкентай полкілер жасап қойған. Керемет вид көрдіңіздер ғой, технология университетті көріп отырасыздар. Ал енді залдан шықтық, шыққаннан кейін мына кіреберісте қараңызшы. Қандай үлкен айна тұр, өзіңізді көресіз барлығын, тамаша. Енді оң жағыңызда спальныйда да міне өздеріңізге арналған телевизорыңыз болады, жеке шторына дейін қалады, мынау барлығы қалады, мына шкаф бәрі дайын тұр. Тек қана кірді, өмір сүш, болды бауыр. Міне полдың барлығы керемет, мына шторға дейін барлығы қалады деп отыр. Ары қарай екінші лоджиясына қараңыз, кіріңіз. Енді кірсеңіз, мына қараңыз, шкаф дайын тұр. Анамның заттарының ішінде угловой шкаф. Мына жағында тағы бір шкаф керек десеңіз, міне. Көрдіңіз ба? Мына жақтан тағы да екі несі бар, ашып қойып, темегін шегесіз ба, болмаса спортпен айналысасыз ба енді. Спальныйдан шығып, енді оң жақта мында душевой бар екен, қараңыздар. Душевойдың ішінде
стиралка встроенный, шкафчигі бар үстінде. Міне душқа, пожалуйста, келіп, душқа түсіп аласыздар. Бәрі дайын тұр, міне. Барлығы дайын тұр. Ештеңе ремонт жасап, ештеңе әуре болудың қажеті жоқ. Ары қарай. Одан өтсе санузел. Міне, санузел. Қараңыз. Бұнда да санузелден бөлек қолыңызды жуып аласыз. Айнаңыз бар, жағы душевой да бар екен. Міне мынандай қылып әдемілеп өздерінше интерьер жасап қойған. Керемет жасалған дүние. Ары қарай енді балаларға арналған бөлмені тамашалайық. Қараңыздар достар, балаларға арналған бала, міне. Балаңыз спортпен айналысам десеңіз, міне мынау спорт алаңына де жасап қойған. Міне балалардың сабақ оқитын орны тұр. Мұнда бір емес, бірден екі балаға жасалған детский. Шкафточектер ашылады екен барлығы. Және де жаңа көрсетіп жатыр, былай ашсаңыз, мына диван екі адамға арналған. Керемет. Мына жағында шкафчиктері өздерінің. Міне осындай детский бар. Бұл детскийдің терезесі дворға қарап тұр екен. Міне дворға қарап тұр. Жаңа мен көрсеткен жағы ойын алаңы барлығы бәрі көрініп тұр. Керемет. Керемет. Достар, бұндай үйге алғанда арманда, алмағанда арманда деп айтайық. Осы үйге қызығып, егер алам деушілерің болатын болса, осында тұрған номерге хабарласыңыздар. Біз сіздерге қанша тұратынын барлығын айтып береміз. Бағасы 57 миллион деп көрсетіліп тұр. Неде крышада жар. Бірақ шын алатын адамдарға скидка жасаймыз. Берекелі ереке, ерекең бар, берекең бар.